Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 2-ші сынып математика сабағы. Сіздермен бірге Жанат Айтқожақызы. Бүгін бізде 12-ші сабақ. Бір таңбалы сандарды разрядтан аттап қосу. Бүгінгі сабақта сен бір таңбалы сандарды разрядтан аттап қосуды үйренесің. Нөмірі 1-ші есеп. Сандарды 10-ға дейін толықтыр. Яғни мұнда 6, 8, 5, 3, 9 сандары берілген балалар. Яғни осы санға біз қанша санын қосқанда 10 болады. 10-ға біз толықтырып шығуымыз керек. 6-ға біз 4-ті қоссақ 10-ға тең болады. 8-ге 2 санын қосатын болсақ 10-ға тең. 5-ге 5 санын қосатын болсақ 10-ға тең. 3-ге 7 санын қосатын болсақ 10-ға тең екен. 9-ға 1 санын қосатын болсақ 10-ға тең екен. Нөмірі 2-ші есеп. Бірінші қосылғышты 10-ға дейін толықтырып қосуды орында. Яғни үлгіге қарайық балалар, 5 қосу 9 деп тұр. Енді бірінші қосылғышты 10-ға дейін толықтыр. Яғни мына 5-ті біз 10-ға толықтыру үшін, яғни 9-ды жіктеуіміз керек. 5-ке қай санды қосқанда 10 болады. Яғни 5. 5-ке 5-ті қоссақ 10 болады. Сонда 5-іміз 10-ға толығады екен, балалар. Сол үшін біз 9-ды жіктейміз. 5 және 4 деп аламыз. Себебі 9-ның құрамы 5 және 4 болады. Енді біз не істейміз? 5-ке 5-ті қосып аламыз 10, одан кейін оған тағы 4-ті қоссақ, сонда 14 болады екен балалар. Енді ары қарай шығарайық. 6 қосу 9. Яғни мұнда 6 бірінші қосылғыш, балалар. Осы 6-ны біз 10-ға толықтыруымыз үшін бізге 4 саны керек. 6 қосу 9, 9-ды біз жіктейміз 4 және 5 деп аламыз. Одан кейін біз 6-ға 4-ті қосамыз 10, 10-ға 5-ті қосатын болсақ 15 екен. 9 қосу 8. 9 10-ға толығу үшін бізге 1 саны керек. 8-ді жіктейміз 1 және 7 деп аламыз. 9-ға 1-ді қосамыз 10, 10-ға 7-ні қосатын болсақ 17. 8 қосу 8. 8-ге бізге 10-ға толығу үшін 2 саны керек. 8-ді жіктеп аламыз 2 және 6 деп. 8-ге 2-ні қоссақ 10, оған 6-ны қосатын болсақ 16. 7 қосу 7. 7-ге бізге 3 саны керек, яғни екінші қосылғышты жіктейміз. 3 және 4 деп. 7-ге 3-ті қосамыз 10, оған 4-ті қосатын болсақ 14 екен. Нөмірі 3-ші есеп. Бос орнына тиісті санды қой. Яғни 9 қосу 1, оған біз 2 санын қоссақ, тағы да 12 шығады екен. 5 қосу 4. 9-ға қай санды қосқанда 14 шығады. Яғни 5 санын қоссақ 14 шығады екен. Мұнда 2 қосу 3 5. 5-ке біз 8 санын қосатын болсақ 13 шығады екен. 7 қосу 3 10. 10-ға біз тағы 5 санын қосатын болсақ 15 шығады екен. Одан кейін 9 қосу 1 10. 10-ға тағы біз 1 санын қосатын болсақ 11 саны шығады екен. 4-ке 7-ні қосатын болсақ 11, 11-ге біз 6 санын қосатын болсақ 17 шығады екен. Нөмірі 4-ші есеп. Есепті шығар. Атасы Балжанға 7 мақалдың, ал әжесі 4 мақалдың мағынасын түсіндірді. Балжан атасы мен әжесінен барлығы неше мақал тыңдады. Яғни балалар мұнда берілгені тұр екен, балалар. Атасы 7 мақал, ал әжесі 4 мақал. Бізде белгісіз барлығы қанша мақал тыңдағаны, балалар. Шешуі. Біз не істейміз? 7-ге 4-ті қосамыз, балалар. 4-ті жіктейміз, яғни 7-ні біз 10-ға толықтыруымыз керек. 3 саны керек, 4-ті 3 және 1 деп жіктеп аламыз. 7-ге 3-ті қосамыз 10, 10-ға 1-ті қосатын болсақ 11 екен. Жауабы: Балжан атасы мен әжесінен барлығы 11 мақал тыңдады. Енді осы есепке кері есеп құрастыр. Оны шығар дейді. Кері есеп: атасы 7 мақал, әжесі белгісіз. Барлығы бізде 11 мақал тыңдаған, Шешуіне біз 11 азайту 7 дейміз. 7-ні жіктейміз, яғни 1 және 6 деп аламыз. 11-ден 1-ді алсақ 10, 10-нан 6-ны азайтатын болсақ 4 екен. Жауабы: әжесі Балжанға 4 мақалдың мағынасын түсіндірді. Кері есеп: әжесі 4 мақал,
атасыныңкі белгісіз. Барлығы 11 мақал тыңдады, балалар. Шешуін табу үшін біз 11-ден 4-ті азайтамыз. 11-ден 4-ті азайтатын болсақ, 7 екен, балалар. Жауабы: атасы Балжанға 7 мақалдың мағынасын түсіндірді. Нөмірі 5-ші есеп. Қосындыларды салыстыр. 72 қосу 6. 72-ні біз 70 және 2 деп аламыз. 70 қосу, бірінші 2 мен 6-ны қосып аламыз. 8. 70-ке 8-ді қосатын болсақ, 78. Бірінші қосынды бізде 78 екен. Екінші 67 қосу 10. 67-ні 60 және 7 деп аламыз. 60-қа бірінші 10-ды қосамыз. 70. 70-ке 7-ні қосатын болсақ, 77 екен, балалар. Яғни бізде салыстыратын болсақ, 72 мен 6-ның қосындысы артық, 67 мен 10-ның қосындысынан. Себебі 72 мен 6-ның қосындысы 78 шықты, 67 мен 10-ның қосындысы 77 шықты. Нөмірі 6-шы есеп. Сағаттар қай уақытты көрсетіп тұр? 3 сағаттан кейін сағаттар қай уақытты көрсетеді? Біріншісінде балалар 11-ді көрсетіп тұр, екіншісінде 4-ті көрсетіп тұр, үшіншісінде 8-ді көрсетіп тұр, балалар. Яғни осыған біз 3 сағатты қосып шығамыз. 11-ге 3-ті қосатын болсақ, балалар 14 сағат. 14 яғни 2-ге келеді екен, балалар. Сағат 2 болады екен. 4-ке біз 3 сағатты қосатын болсақ, балалар 7 сағат екен. Яғни 7-ге келеді екен, балалар. 8-ге 3-ті қосатын болсақ, балалар 11 сағат екен. Яғни 3 сағаттан кейін 11 сағатты көрсетеді екен. Нөмірі 7-ші есеп. Өрнектердің мәнін тап. 58 азайту 23. 58 50 және 8 деп аламыз, 23-те 20 және 3 деп аламыз. 10-тықтан 10-тықты, яғни 50-ден 20-ны азайтсақ 30, бірліктен бірлік, 8-ден 3-ті азайтатын болсақ 5. 30-ға 5-ті қосатын болсақ 35 екен. 46 азайту 21. 46-ны 40 және 6 деп аламыз, 21-ді 20 және 1 деп аламыз. 40-тан 20-ны азайтатын болсақ 20, 6-дан 1-ді азайтатын болсақ 5. 20-ға 5-ті қосатын болсақ 25 екен. 28 қосу 31. 28-ді 20 және 8 деп аламыз, 31-ді 30 және 1 деп аламыз. 20-ға 30-ды қосатын болсақ 50, 8-ге 1-ді қосатын болсақ 9 екен. 50-ге 9-ды қосатын болсақ 59. 7 қосу 4 қосу 5, яғни жақшаншын орындап аламыз. 7-ге 4-ті қоссақ 11, 11-ге 5-ті қоссақ 16. 9 бен 6-ны қосып аламыз 15, 15-ге 3-ті қосатын болсақ 18. 7-ге 8-ді қосамыз 15, 15-ге 1-ді қосатын болсақ 16. 6-ға 5-ті қоссақ 11, 8-ге 7-ні қоссақ 15, 9-ға 4-ті қосатын болсақ 13 екен. Нөмірі 8-ші есеп. Кім жылдам? Өрнектердің мәнін өсу ретімен жаз. Жауаптардың астына сәйкес әріптерді қос. Шыққан сөздерді оқы. Бұл сөздің мағынасын қалай түсінесің? Яғни 9-ға 6-ны қостық, балдар, жіктеп шығарғанда 15 шықты. С әріпі. 7-ге 7-ні қостық 14, А әріпі. 9-ға 7-ні қостық 16, А әріпі. 9-ға 3-ті қостық 12, Т әріпі. 8-ге 5-ті қостық 13, Б әріпі. 9-ға 2-ні қостық 11, О әріпі. Яғни енді осы сөздерді, цифраларды, сандарды біз өсу ретімен жазамыз. Яғни 11, 12, 13, 14, 15, 16. Осылы өсу ретімен жазғанда отбасы деген сөзі шықты. Сан математика ғылымының іргетасы деп айтқан ғалым Қазақтан шыққан математик Орынбек Ахметбекұлы Жәутіков. Осымен, балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.